Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Рама. Достар, мынау алдыңғы бөлімнің жалғасы, екінші бөлім. Бәріңе сәлем. Тағы да так. Бізде алдыңғы бөлімнен достар өзгеріс байқап тұрсыңдар ма? Ағаш өскен, шошқалар сәл-пәл семірген. Сонымен енді бізде баланста $10,300 бар, бізге тез баю керек. Так, біз фермерміз достар, ұмытпаймыз. Екі машинамызда тұр, міне алдыңғы бөлімде алған. Бүгін менде идея болып тұр, планындай. Скважина бар емес па, мұнай шығаратын мұнай құбырлары, вот сондай сатып алғым келіп тұр. Оны сатып алғанда сатып алмайсың, так не қақта стрейт дейтін де бар ғой, вроде мына жақта ма еді, қазір тауып беремін. Вот қараңдар, нефтяная скважина, цемент 20, металл 20 штук керек, болды. Осыны достар қойып қойсақ, и бұған бензин толтырамыз, сонымен бұл жүріп тұрады өзімен өзі, өзімен өз бизнес бізге өзімен өз ақша келіп тұрады. Енді бізге қай машинаны таңдаған дұрыс? Так, мынаны емес, мынаны таңдаған дұрыс вроде. Яқа салсақ, мынаған қазір короче не канистра салып аламыз. Шошқалар пока енді өскенше бұларды күту керек ше. Өсіп бұлар көбею керек, үлкейіп шығып кетті қараңдар. Өсіп пока үлкейіп бұлар балалы болғанша бұған уақыт керек. Біз лучше қарап тұрмай, бізде баланста ақша бар, кредитімізден бөлек соны пайдаланып біз деген тағы бір бизнес жасай беруіміз керек. Бізге мақсатымыз біздің тез баю болып тұр ғой. Бизнес қой енді, раньшта шошқа бизнесін бастадық, пока жүрмей тұр. Соған қарап қоймай, тағы бір бизнеспен айналыса берейік деген ойым ғой. Так, бізге бірінші нефтяная скважина салатын жер болады, арнайы өзінің қап-қара вот сондай табу керек. Осы бір маңда да болса жақсы болады. Сосын оған 20 цемент и 20 металл сатып алу керек. Так, картаға кірсек, магазин біз оны неден сатып алады ғой, строительный магазиннен. Сол жаққа қарай барайық, онда кеттік. Жолай бүйтіп қарап барсам таппаймын бәрібір, қап-қара болады. Нефтяная скважинаны домалақ өзі андай арнайы сондай қоятын белгілі андай. Соны қойып қойсаң, еще бұл картаға екеу қойылады. Біреу емес, екеу қойылады. Алдыңғы бөлімде біз алдыңғы каналымда мен ранч түсірген кезде де мұнаймен айналысқан тұғым. Сол кезде әжептәуір көмектесіп еді маған мұнай көп расходтарды жабуға. Вот осы бір жерлерден литрі $1000 ма сондай. 1 литр $100, 10 литр $1000 ма сондай. Ол еще тез андай качать етеді ғой, көп береді бір бергенде. Вот сол үшін ойбай не істедік. Сол үшін сондай нефтяная скважина салу керек болып тұр. Осылай жан жақты қарап жүресің, картаны жеп, бір жаман жер осылай не боласың, сандаласың. Вот картаны полностью қарап жүру керек бізге деген. Магазинге де келіп қалыппыз енді. Барып цементпен енді сатып ала береміз ба? Металл или бірінші іздеп алған дұрыс па екен? Оны қазір іздеп таппаймын ғой мен бәрібір ше. Лучше цементпен енді сатып алайын, дайын болып барайын да. Тапқан кезде резко сол жерге салады. Так, біз қаяқтамыз қазір? Заправка и магазин ғана жер, Бізге строительный магазин керек. Строительный магазин. Достар, байқап отырсыңдар ма? Бірдеңе жетіспейді маған. Мен наушник тағып ұмытып кете беремін ше, бәсе. Бірдеңе жетіспейді, бірдеңе естілмейді. Ой, бәсе, алдыңғы видеода кепкамен отқан тұғым, басымда кепка қысып мән бермебем. Бұл жол ұмытып кеткенімді мынау қойбай, не екен ғой? Машина сататын магазин екен ғой бізге. Не керек? Строительный магазин керек. Затыр, или мынау машина сататын емес па? Дұрыс кеппіз ғой, ё-моё. Мынау екен строительный магазин бәсе. Анау машина сататын магазин. Машина сататын. Мұрынға қарай ашылды ғой мынау. Так, бізге ағаш керек па? Жоқ, металл 20 штук и керек. Так. Екеу салатын болсақ бізге 40 металл керек қой. И цементтен бізге 50 ала саламыз, 200-ге сетіп. $650 болады екен вообще, мәс саған. Ақтаймыз ғой. Так, оған канистра бар, бізде тағы бір канистра алсақ, на всякий случай. Сол екеуін толтырып алсақ, сонымен барып қосып аламыз. Қазір енді канистраға барып бензин толтырып алсақ, артқа берейік қазір. Вот шашылып жатқан заттардың бәрін жинап алу керек бізге. Өзіміз грузчик, өзіміз малшы және мұнайшы. Сөйтіп характеристика қосылып жатыр жай. Мұнайшымыз, малшымыз, грузчикпіз, водителіміз еще. Әке болсам ба деп отырмын деп. Шошқа бағамыз. Жерге сияма? Сияды екен. Так, осыларды енді осылай салып алып,
бензин толтырып алып солай іздейміз ғой, картаны полностью аралаймыз. Мосттың астында да болу керек менің ойымша ше. Или негізі скважина деген қаланың шетінде болады ғой. Картаны любой жерінде болып қалуы мүмкін, сол үшін барлық жерді қарап жүру керек, асықпай. Мына жерден қазір ерінбей бензин толтырып алайық. Сосын достар, бұл картада андай не бар. Біз алдыңғы ранчода біз қазына іздегенбіз, 3 қазына іздеп, $2500 ма тапқанбыз. Бұл картада да явно бар ондай ше событиялар. Қазына іздеп ақша тауып, охотникке барамыз әлі, рыбакқа бару керек. Охотник бізге еще задание береді. Заданиедан дробовик аламыз. Вот соның бәрі алдағы видеода кездестіретін боласыңдар. Тек видеоларды өткізбей, мен каналымды жиі қарап отырсаңдар, тіркеліп лайк басып бірге тамашалайтын боламыз соның бәрін. Мен видеоларды ұзақ емес, қысқартып шығаратын болдым. Себебі 30 минут, 40 минуттық видео сендерге қызық емес. Мен білем, сондықтан видеоны қысқартып ұзатпай салам деген ой бар менде. Так, кеттік, ал сапарды бастадық. Барлық заттарымыз бар. Скважина салатын. Тек бізге жерін тауып алу керек, қап-қара болып тұратын. Сосын ары қарай құрастыра береміз ғой. Негізі бізге үйдің маңынан іздеу керек еді ше. Сол дұрыс еді негізі. Осындай бір ямаларда болу керек бір скважина ше. Жоқ иә? Жоқ қой мына жақта. Осы мосттың астында ма, осы бір жерлерде болатын еді ғой. Кейбір кезде ютубтан орыс ютуберлерді қараймын ше, мойындау керек. Вот солардан байқайтын, сондай скважина салып, осындай айдалаға. Осындай жерлерде ғой примерно салатындар ше, скважинаны. Олар еще еңбектеніп 36 000 теңге тұратын, $36 000 тұратын. Нені алады ғой, ой, қаяқтады? $36 000 тұратын ранчоны сатып алады ғой, ақша жинап ше. Менде де сондай план болып тұр. $36 000 жинап, байып атқан кезде ранчоның екінші жерге ашып алам ба деген. Енді біріншісін байытып алу керек, сол үшін қазір аянбай еңбек етіп, хотя бы скважина салып кетсек, ол да плюс доход қой. Вот осы бір жақтарда болу керек сияқты менің ойымша. Мына айдалада не ағып жатыр мысалға, бұл босқа жатпау керек қой. Осы бір жерде бірдеңе бар ғой явно. Мен тапқандай болдым ғой. Так. Графиканың максимальный түрі енді. Максимальный графика. Барынша қанша 2000 или 1080-ге қойып па қарайсыңдар ғой графиканың качествосын ше. Солай әдемі көрінеді. Осы жақтарда болу керек қой негізі. Или әр карта әртүрлі ма скважинаға. Таптық достар. Таптық. Міне дәл осындай жер керек бізге. Біреуін таптық, міне қап-қара. Вот осы жерге бит салып кететін бол. Неге салынбайды достар? Қанқара тауып тұрық міне. Скважина. Машинаны әрек қою керек па или? В смысле? Так, таптық. Неге салынбайды енді? Повернуть. Показать книгу, отменить. Сверху вниз. Достар, тауып тұрық, бірақ салынбайды. Неге? Оның себебі неге? Так, қазір күтедір көрейік мына жерде. Глоссарий бар ғой, содан оқиық. Так, лошадь, автомобиль, фермерство, садовная теплица. Так, осы жерде болу керек қой. Добыча нефти. Вот, чтобы получить небольшой дополнительный пассивный доход, вы можете бурить, качать нефть из-под земли. На карте вы найдете возможное место нефтяной скважины на месте. Возможно, для строительной скважины будет темная нефтяная лужа. Ага. Найдя активное место, вы можете разместить на нем нефтяную скважину. Ну, допустим, қара жер тауып тұрық ше. Оған мынандай қойылмай тұр ғой енді. После постройки вам нужно будет питать буровую установку бензином. Вы можете собрать нефть, держа бочку с маслом и удерживая, глядя на буровую установку дейді. Бәрін достар, бәрі сәйкес келіп тұр бізге ше, бірақ почему-то нефтяная скважина для научной нефтяных объектов дейді. Бәрі подходить етіп тұр достар ше, білмеймін, бірақ неге қойылмай тұрғанын. Қара жер тауып тұрық, нефтті былай әкеп тұрық. Это не то. Мысалға мынандай қоя алмайсың ғой, мысалға, неге мынаны қоя алмаймыз? Или жерді қою үшін сатып алу керек пе екен ранчоны? Или достар андай екен, әр ранчоның өзінің
айналасында сондай бола ма екен? Нефть қазір көрейікші өзіміздің ранчоға барып. Так, біздің ранчо қай жақта енді? Мына біздің ранчо ма? Иә, ауыл шаруашылығы кеттік, осы жаққа барайық. Метка қойып. Сондай болып тұр ғой достар, мына ранчоға тиесілі болып тұр ғой, мына нефтяная. Біздің өзіміздің ранчоның жанында болып тұр ғой. Мынандай қара жер. Соған біз қоя алатын болып тұрық, мынаған қоя алмайтын болып тұрық, получается. Түсінікті. 600 метр жерде енді, ұзақ жүреміз ғой. 600 метр жерде сол қара нені тауып алсақ, сол жаққа барып құрсақ болады екен. Әже текстура бар достар, міне алмаймыз. Абайлау керек. Так, осы видеода енді нефтяной скважина салсақ, келесі видеода уже мал шаруашылығын дамиды деген ойдамын, себебі шошқалар өсу керек. Шошқалар өссе деген олардың етін сатып, либо білмеймін қалай бірдеңе күн көру керек бізге. Скважина болса, плюс бізде шошқа болса, сиыр алып, қой алып, қойдың еще терісін сатуға болады, сиырдың сүтін сатуға болады, сыр жасауға болады, әлі көп нәрсе жасауға болады. Осының барлығын алдағы уақытта көретін боласыңдар, менің аралымнан тек тіркеліп отырсаңдар болды достар. Вот солай. Так, вот менің ранчома келіп қалдық мысалға. Келдік қой почти, иә? Ага, келдік. Осы жерлерден қарай беру керек енді, қап-қарандай жерді для нефти. Так. Біздің жеріміз күшті андай. Ағаш бар бізде. Тау, тас, любой нәрсе бар бізде. Арасынан енді мұнай қазатын жер табылса, вообще кайф болып көтереді. Так, мына жерлерде жоқ, иә? Көріп тұрған жоқпын пока. Не, пока не вижу. Пока не вижу. Дауыл басталып жатыр достар, жай дауыл басталып жатыр. Өзім ранчоның жанында жүрмін өзі. Иә, ранчоның жанында жүрмін. Дәл ранчоның жаны. Неге шықпай жатыр? Нефть добыть ететін жер. Или нефть добыть ету үшін арнайы уровень керек па? Типа день 5 или день 6 деген сияқты. Табиғатай. Екеуін салып алсақ, бізге керек болады. Қазір ана жақта аң көрсек, аң атып алғанға, ет салып алғанға. Ақырын салып алайық та кеттік. Достар, басылды наконец-то, енді орманға кетіп бізге не табу керек, аң табу керек. Аңнан бұрын несейтін нефтяной скважина құратын жер табу керек бізге деген. Охотникке барбай, осы аң аулай береміз вообще. Дауасы сол негізі ше. Охотникке бар, аң ауламасақ білмеймін басқа. Қайда? Карта қайда? Так, охотник. Вот, охотниктің қасын басайық та. Кет охотникке барып аң аулайықшы. Негізі дауасы сол. Скважина іздеп бір видео бітіп тастайтын болдық уже. Дауыл деген бітпей ма сонда? Қайта бола береді. Демал болады, тағы болады, демал болады, тағы болады. Ойынымыз жүрмейтін болуы дауылдан. Охотниктің примерно осы жерлерде ғой. Жоқ, сол жақта, алдымызда. Дауылдан көрмей қалмайық. Міне тұр. Таптық достар охотниктің үйін. Так, абайлау керек. Бұны үйіңде тұрақтай тұрыншы, дала деген дауыл болып кетші. Көзге шаң кіріп. Я, шамалы, я, жүре тұрайын үйіңде. Амын олмаймыз, а? Төбеде не бар, бірден жасырып жатқан жоқсың ба? Неше түрлі мылтық бар ше төбеде, я? Мына жерде матрас бар, не деген матрас мынау? Қабырға ілінген. Полкалары бар. Кілемінің өзі. Күштеген. Радио, ну не. Нажмите взять дейді. Не алып? Бірдеңе алып алдым, достар. Нажмите взять деп тұр, бірдеңе алып алдым. Так, говорить кеттік, сөйлесек. Охота, проворные кролики, охота на хищник. Ана алдындағы ранчтағы не ғой, задание бар ғой. Қайсысын істейміз? Охота, мне нужно мясо диких животных дейді. Хорошо, кеттік. 8 мясо животных керек, ё-моё. Охота на хищник. Екеуін бірге істей аламын ба? В нашем крае развели слишком много диких животных. Не могли бы убить хотя бы 5 любых хищников, зато я тебе подарю свое оружие. Да. Дробовигін береді бізге. О, достар, екі задание бірде орындайтын болдым. Бізге арнайы қарандар анау. Анау жоқ, мынау басқа ғой. Арнайы картаны шығарып берген жоқ па, бір жерге бар деп. Любой жерден сонда барып
охот не істей береміз, аң ала береміз. Мен осыған дейін бір достар, осы бастағалы осы ойынды бір дикий животный кездестірген жоқпын ғой. Бір машинаны аю деп қалғаным болмаса, бір дикий животный кездестірген жоқпын ше. Әлі уақытқа дейін. Соны тез кездестіріп. Оп, достар, таптық бір дикий животный. Аю табылды. Абайлау керек, бізде револьвер оқталмаған. Иә. Табылайық. Тұр, мынау не істеп тұр? Біз көрінсек, бізге шабады ғой, Оп. Шапты. Ей. Достар, 4 оқ құрттым ғой. Шашып кеттім ғой. Өлтіріп тастайын ма деп 4 оқ құрттым, достар, ойлаңдаршы. Мынаны өлтіру үшін дәу гризли аю. Вот 4 ет шықты. Тағы бір аю өлтірсек, вообще керемет болар еді. Бәрін салып аламыз резко. Салып алдық. Ең бірінші жануарым ғой. Ойынды бастағалы кездестірген. Тағы бір аю табасақ, вообще керемет болар еді. Так, нефть. $36,000 ағаш бәрі бар. Достар, табылды. Қойылыш қойыла қойшы, өтініш саған. Блин, қарандаш қойылмайды ғой. Неге ондай? Екіншісін тауып алдық, екіншісінде де қойылмайды. Получается, біздің өзіміздің ранчомызда осындай қара жер бар, айтып тұрмын ғой. Бірақ оны тауып алу керек бізге. Мына ранчоның несін тауып алдым мысалға. Қойылмайды бірақ. Түсінікті, өзіміздің ранчо жақтан іздеу керек онда бардық. Біз ранчо жақта. Меткіге барайықшы, кеттік. Достар, бір задание орындадық. Қасымыздан аю шықты. Үшінші жоқты атып алдық та қасына. Давай, родной, кесей. Артымыздан қумай тұрған ол. Әдей жерге аттым, 4-ші оған атсам болып қалады. Қуды. Машина қарай үлгереміз да. Тоқтап қалма, не қылды? Кесей, қусай мен. Қорқып тұрсың ба, еле? Қорқып тұрсың ғой, Ар достар, қумай, сонда дәл алдымда аю тұр мысалға ше. Көрмей тұр дейін десем, алдынан өтіп тұрмын. Қалай ол қумай тұр мені? Алло, родной. Когда у тебя сеть 999 плюс? Бәсе. Неге қумай тұр? Қасына барсам жек қояды сияқты қазір ше. Қара, қумай тұр. Шында ма бақ болып қалған ба? Мен қаша берейікші, мен кеп жетіп алады сияқты қазір. Қара. Неге қумай тұрсың, родной? Неге қумай тұрсың сен? Ранчо симулятор бұл. Ойынның ережесі, сен мені қуың керек. Ұрып мені өлтіруің керек. Мен ойыным сохранение болмауы керек. Қумай тұрған білмеймін, достар, өлтіре салдым. Не істейміз уақыт құртып. Көлдерге салып ақшы. Хабиб Нурмагомедов, достар, аюмен күресеміз. Етін теріп алдық, кеттік енді. Осыны неге охотникке өткізік, сонымен бізге ақша беру керек. 8 ет деді, бізде 8 ет бар. Неге қойылмай жатыр енді? Неге қойылмай жатсың сен? 8 ет бар, как раз. Кеттік охотникке. Жасылға, меткіге. Дилай-лай. Так, осылай көллерді алып кетеміз да. Қоямыз да көллерді. Я принес мясо. $200. Все, алды бізден. Так, дауыл болып тұр, пока я дала, кролик дейтін заданиені орындағым келіп тұр. $200 бердім бізге, нормально $200, 8 етке әдемі ғой. Или нормально емес па? Комментарий жазып кетіңдер, достар, нормально емес па? Не? Тас па? Ворованные кролики дейді, кеттік соны табайықшы. Ақыры қолымыз бос. Проворные кролики, хорошо.
Қай жерде картаның қай жерінде ол? Міне 100 метр жерде дейді, короче, кролик бар дейді, ұрланған. Короче, осы 20 метр жер, осы жерлерге кеп, жан жағына қарасаң кролик табу керек. Қандай жан жақтарына? Дауыс шығып жатыр кроликтің. Дауыс шығып жатыр. Қаяқтасың, родной? Алло. Алло. Көзіңді жұмшы. Қап-қара түнек бе. Мал. Үріктігіме қараңдар достар. Екеу тұр. Бинго ғой деген. Білейін, біреу кетті қалды. Біреу кетті. Екіншісі. Тиси. Кетті. Екеу кетті достар. Қоянға келем деп, екі олжалы болып қалдым. Екі не атып. Хищник атып. Дикий животный атып. Так. Қоян қайда? Мен қоян көріп тұрған жоқпын мына жерден. Мына жерге кел дейді да міне. Кеп тұрмын ғой мысалға. Бір жерден дауыс шығады. Кроликті таппай, еттерді, 3 бұғының етін салып, қайттым да үй жаққа келіп ұйықтадым. Содан кейін мен осы тұрдым да, шошқаларға қарасам, шошқаның 4-еуі де семірген, бірақ бала тумаған әлі 3-еуі. Білмеймін, осы жерден достар видеоны аяқтайды секілдім мен ше. Бүгіндікке не бітірдің дейтін болса. Бүгіндікке бәдім бітірген жоқ, алып тұрмын. Мынаның заттарын алдық та, еще кролик іздейміз деп, оны таппадық. Біз нефтяной скважина құрғымыз келген, бірақ скважина құра алмадық. Бірақ заттар бізде дайын тұр. И біз еще 8 ет тауып беріп, охотниктің заданиесін орындап $200 ақша таптық. Бұл видеода біздің доходымыз $200, расходымыз көп. Сондықтан келесі видеода жолымыз болады деген ойдамын. Келесі видеода жолығайық достар. Мен осы жерден видеоны аяқтайын. Видео ұзаққа созылып барады себебі. Все. Сол достар, видеоны аяқтайын. Сіздермен бірге болған Рама. Давайте аман сау болыңдар. Келесі видеода біраз нәрсе бітіреміз деген ойдамын. Давайте.